Бүгін 10 сәуір 2025 жылы біздің құқық қорғаушы Сыздықов Айдардың сотына келіп тұрмын, кассациялық сотына. Астанадамыз қазір. Айдардың бұл жерде ешқандай қылмысы жоқ. Себепсізден заңсыз сотталып отыр. Себебі бұндай өзінің жұмысын жақсы білетін, өзінің тірлігін құқық қорғау жөнінде өте сауатты жігіт. Сондықтан бұндай сауатты, өзінің құқығын қорғай алатын азаматты біздің билік жақтырмайды. Сондықтан бұны себепсізден басқа бір неменен өзін соттап отыр. Бұндай заңсыздыққа біз қарсымыз. Сондықтан біз жан-жақтан, Астанадан, Семейден, Петропавлдан жиналып, соның Айдар Сыздықовты қолдауға келіп тұрмыз. Айдар Сыздықовқа бостандық. Иә, бар осы Алматы қаласына келіп отырмыз. Айдар Сыздықовты қолдау үшін. Айдар Сыздықовтың ешқандай күнәсі жоқ. Ол құқық қорғаушы, өзінің құқықтарын талап еткені үшін осындай жала жабылып отыр. Білесіздер, қазіргі мына жемқор билік осындай шындықты айтқан, әділдік іздеген белсенділерді жала жауып соттай салады. Сол үшін әділдік талап етеміз. Айдар Сыздықов ешқандай күнәсі жоқ, тек қана жала жабылып отыр. Айдар Сыздықовқа бостандық.